24-ші сабақ бірлесіп орындалатын тапсырмалар. Бірінші есеп: Айдар мен Қанат қысқа ағаш дайындап қоюға келісті. Егер Айдар ағашты өзі жалғыз шабатын болса, оған 48 күн, ал Қанатқа бұл жұмысқа 16 күн керек. Екеуі бірігіп жұмысты неше күнде бітіреді? Яғни бізге бұл есепті шығару үшін, яғни Айдардың шығарылған күні 48 күн болса, оны бір бөлінген 48 деп алатын боламыз. Ал Қанат бұл жұмысты 16 күнде шабатын болса, онда оны бір бөлінген 16 дейміз дағы, екеуін қосатын боламыз. Себебі бұлар бірігіп жұмыс істеді, сол себептен бұлардың қосындысын табатын боламыз. 48 пен 16-ның ортақ көбейткіші, яғни ортақ еселігі 48-дің өзіне тең. Мынаған 1-ден тиеді, ал мынаған 3-тен тиетін болады. Сонда 1 қосылған 3, яғни 4. Қысқартатын болсақ 4-ке бөлеміз 1, 4-ке бөлетін болсақ 12, яғни 12-ден 1 күнде 12-ден 1 бөлігін бітіреді екен. Демек, олай болатын болса, бұлар екеуі бірігіп 12 күнде жұмысты аяқтайды екен. Жеке-жеке жұмыс істесе 48 күнде, ал 16 күнде. Ал бірігіп істейтін болса, 12 күнде жұмысты аяқтайды. Екінші есеп: Винни Пух балды 3 сағатта жейді, ал оның досы Пятачок болса 6 сағатта, ал Қоян болса 9 сағатта жейді. Осындай жұмыс өнімділігімен бірігіп сондай балды неше сағатта жейді? Яғни 3 сағат дегенде 1 бөлінген 3, қосылған 6 сағат дегенде 1 бөлінген 6, қосылған 9 сағат дегенде 1 бөлінген 9 деп алатын боламыз. Және осы үшеуінің ортақ еселігін табамыз. Ол ортақ еселігі 18. 18-ді 3-ке бөлетін болсаңыздар, мынаған 6-дан тиеді, ал мынаған бөлетін болсаңыз 3-тен тиеді, 9-ға бөлетін болсақ 2-тен тиеді. 6-дегі біріміз 6, қосылған 3-дегі біріміз 3, қосылған 2-дегі біріміз 2. Демек, 18-ден екеуінің қосындысы 11 болады. 18-ден 11 бөлігін бұлар бір күнде жейді, яғни бір балда 18-ден 11 бөлігін жейтін болса, бұны 11-ден 18 деп кері бөлшекке ауыстыруымыз керек. Ал бұны араласанға айналдыратын болсақ, 1,11-ден 7 сағат уақыт кетеді екен, яғни 1,11-ден 7 сағатта бірігіп балды тауысатын болады. Яғни жауабы 1,11-ден 7. Үшінші есеп: Хауызға 3 құбыр жүргізілген. Бірінші және екінші құбырмен су хауызды құйылса, үшінші құбырмен су хауыздан сыртқа шығады. Бірінші құбыр хауызды 5 сағатта толтырады, екінші құбыр 2 сағатта толтырады, ал үшінші құбырмен 4 сағатта толық ағып бітеді. 3 құбырды ашып қойса, хауыздың қандай бөлігінде 3 құбырды ашып қойса, хауыздың қандай бөлігінде су қалады екен? Бірінші және екінші құбырмен су хауызға құйылса, екінші құбырмен сыртқа шығып кетеді екен. Бірінші құбыр хауызды 5 сағатта, екіншісі 2 сағатта толтырады. Үшіншісімен 4 сағатта толық ағып бітеді. 3 құбырды ашып қойса, хауыздың қандай бөлігінде су қалады? Яғни бізде былай жасаймыз. 5 сағат дегенде 1 бөлінген 5 деп аламыз. Қосылған 2 сағатта толтыратын болса, оны 2-ден 1 деп аламыз. Ал 4 сағатта ағып кетеді, яғни ол азайтылып кетеді, яғни 4-тен 1. 5, 2, 4-тің ортақ еселігі ол 20. 9-3 көбейткіш мынаған 4-тен тиеді, 2-ке 10-нан тиеді, ал 4-ке 5-тен тиеді. 4-дегі біріңіз 4, қосылған 10, азайтылған 5. Тең, яғни 20-дан 14, яғни 20-дан 9. 20-дан 9 бөлігіндей су қалады, ал бұны қазір кері бөлшекке ауыстыруымыз керек. Себебі біз 5 сағатты 5-тен 1 деп жаздық, 2 сағатты 2-ден 1 деп жаздық. Олай болатынымыз шыққан жауапты да кері бөлшек түрінде жазуымыз керек. 9-дан 20 деп. 9-дан 20 деген бұрыс бөлшекті араласанға айналдырамыз. Яғни 2,9-дан 2 бөлігі қалады. Яғни жауабы 2,9-дан 2. Төртінші есеп: Тапсырманы Алмас 40 минутта, Қанат 1 сағат 30 минутта, Нұржан 30 минутта орындайды. Егер тапсырманы бірігіп орындаса, қанша уақытта аяқтайды? Алмас 45 минутта дейтін болса, 1 бөлінген 45 қосылған. Қанат 1 сағат 30 минут дегеніміз, ол бізде 60 және 30 90 минут. 1 бөлінген 90 қосу. Нұржан 30 минутта орындайды, яғни 1 бөлінген 30. Осы үшеуін не істейміз? Қосамыз. Себебі барлығы бірігіп қанша уақытта деп айтты. Ортақ бөлімі бұлардың ол 90 болады. 90-ды 45-ке бөлетін болсаңыз 2-ден, 90-ды 90-ға бөлсеңіз 1-ден, 90-ды 30-ға бөлетін болсаңыз 3-тен тиеді. Екіншідегі біріміз 2, қосылған
бір жердегі біріміз 1, қосу 3 жердегі біріміз 3. Қосатын болсақ 90-нан 6 болады, 3, 6 болады. Қысқартуға болады. 3-ке бөлуге болады әрқайсысын. 3-ке бөлетін болсақ 2, 3-ке бөлетін болсақ 30 қалады. Яғни 30-дан 2 шығады екен. Ары қарай тағы да қысқартып жіберуге болады. 2-ке қысқартатын болсақ 1 қалады, 2-ке қысқартатын болсақ 15 қалады. Яғни 15-тен 1. 15-тен 1 дегенде кері бөлшекке ауыстыратын болсақ, яғни 15 деген сан шығады. Яғни 15 минутта барлығы жабылып, 15 минутта жұмысты аяқтайды екен. Жауабы 15 минут. 5-ші есеп. Шебер барлық жұмысты 3 сағатта, ал оның шәкірті 2 есе көп уақытта орындайды. Әрқайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды? Бірігіп жұмысты қанша уақытта орындайды? Яғни мынау 1 сағатта 3-тен 1 бөлігін орындайды. Ал оның шәкірті 2 есе көп уақытта десе, демек ол 6 сағат деген сөз. Ал 1 сағатта ол 6-тан 1 бөлігі. Яғни мынау 3-тен 1 бөлігін орындаса, ал шәкірті 6-тан 1 бөлігін орындайды. Ал бірігіп дейтін болса, демек бұл екеуін не істейміз? Қосатын боламыз. Ортақ бөлімі 6-ның өзі 2-ден тиеді, 2 қосылған 1, яғни 2 қосылған 1 тең болады 6-дан 3. Қысқартатын болсақ 2-ден 1. Яғни 2-ден 1 дегенді біз кері бөлшекке ауыстырамыз. Олай болатын болса, 2 сағатта шәкірті мен ұста екеуі бірігіп, яғни шебер екеуі бірігіп, тапсырманы орындап бітеді. Жауабы 2 сағат. Қанша уақытта жұмысты аяқтайды деді, демек жауабы 2 сағатта. Екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы 2 жаяу жүргінші шықты. Бірінші жаяу жүргінші барлық жолды 3 сағатта, екіншісі 4 сағатта жүріп өте алады. Қанша уақыттан кейін олар бір-біріне кездеседі дейді. Яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы келе жатса, демек бұлардың жүру уақыттары не істеледі? Қосылып кетеді. Яғни 1 бөлінген 3-ке қосамыз 1 бөлінген 4-ті. Ортақ бөлімі 12, 4-тен тиеді, ал мынаған 3-тен тиеді. 4-ке 3-ті қосатын болсаңыздар 7 шығады. Яғни 12-ден 7 деген бөлік шықты. Осыны біз кері бөлшекке ауыстырамыз, яғни 7-ден 12 деп. Тең. Бұны аралас санға айналдыратын болсаңыздар, бұл жерде 1,7-ден 5 қалады. Яғни 1,7-ден 5 сағатта бұлар кездесетін болады. Яғни жауабы 1,7-ден 5.